Кайрылуу күн кыздар. Бүгүнкү мастер-класс дәл осындай этип чупа-чупс жасап магазинге өткүзүү жөнүндө болмак. Ендеше видеону соңуна дейин көрүңүздөр. Эң биринчи чупа-чупс жасауга керек заттардын баардыгы менен таанышып өтөйүк. Бул жерде чупа-чупска керектүү баардык заттардын курал саймандар, боягычтары баардыгын кондитерлик дүкөндөн таба аласыздар. Бизге эң биринчи шекер керек болот. Осындай боягычтар керек болот. Мен осындай топ декор боягычын колданам. Булардын сапасы өтө жакшы. Және чупа-чупстын сыртын каптаганга осындай пленка керек болот. Чупа-чупсты байлаганга осындай лента керек болот. Шпажка керек болот. Осындай силиконовый калп керек болот. Мындай калпсыз да жасауга болот, бирок сиз жаңадан баштап аткан болсаңыз, сизге осындай калп алган дурус. Осындай глюкозный сироп керек болот. Бунун ордуна мёдпен алмаштырсаңыздар болот. Бул порошоктун аты диоксид титана деп аталат. Бул порошок биздин чупа-чупсыбызды матовый түскө боёйт. Буну косуу коспой өз эркиңизде. Және силиконовый калпыңыз болмаса, мына осылай этип сызып алып, жаңагыдай көп иретти колдонулатын пергамент кагазына жасасаңыздар болот. Карапайым кагаздан жасалган пергамент кагазы бул жерде чупа-чупске жарамайды. Міндетті түрде осындай ыдыс керек, асты калың болуу керек. Асты жука ыдыспен жасауга болмайды. Ал энди чупа-чупс жасауду баштайбыз. Шекерди салабыз. Онун үстүнө глюкоза сиропту салабыз. Суу куябыз. Газга коябыз, аралаштырабыз. Бир кайнап чыккандан кийин газдын астын жай коябыз. Шамамен дәл осылай 10 минуттай кайноо керек. Чупа-чупс дайын боло баштаганда коюлана баштайды. Оны осылай текшеремиз касыкпен. Бояуду косабыз. Сиз өзүңүзгө кандай бояу унайды, сондай коса берсеңиз болот. Порошок бояулар болот, ондай бояу коссаңыз да болот. Енді бізге чупа-чупстың дайын болғанын білу үшін бір ыдысқа мұздай су құйып аламыз және бір шпажканы аламыз. Шпажканы чупа-чупске осылай видеодағыдай етіп шағып суға батырамыз. Осылай қолымызбен ұстап тексеріп көреміз. Мына жерде біздің чупа-чупсымыз әлі дайын емес деген сөз. Осылай қолға жабысып тұратын болса, дайын емес. Тағы да қайнатасыз. Чупа-чупс дайын бола бастағанда, міне видеодағыдай қоюлана бастайды. Қасықпен осылай тексеріп көресіздер, қою болып жай аға бастайды. Тағы да жаңағыдай әдіспен тексеріп көреміз. Шпажканы чупа-чупске батырып, осылай араластырып, мұздай суға салып тексеріп көреміз. Қолмен ұстағанда қатты болып тұру керек, қолға жабыспау керек. Дәл осындай видеодағыдай болып тұрса, значит сіздің чупа-чупсыңыз дайын деген сөз. Міне силиконды қалып болмаса, осылай көп рет қолданылатын пергамент қағазына осылай жасайсыздар. Осылай құйып аласыздар қасықпен. Өстіп шпажкасын астына бір айналдырып жіберіп қою керек. Егер осындай қалып сатып алсаңыздар, бұл өте жақсы. Жаңадан бастап атқан адамдарға осылай құясыз. Әдемі болып, формасы дөп дөңгелек болып шығады. Міне енді чупа-чупстың екінші түрі, матовый түрі. Мына порошокты қосамыз, диоксид титана деген порошок. Бұл порошокты көп қосуға болмайды. Осылай шпажканың ұшымен ғана салдым. Бояуды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Силиконды қалыпқа құйып шығамыз. Бұл чупа-чупстың басына байлайтын лентасы. Екі чупа-чупске бір лентаны бөлеміз, бөліп қолданамыз. Сонда экономный болады. Мынау біздің жаңағы матовый түсті чупа-чупсымыз.
Міне достар, біздің чупа-чупсымыз дайын. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, міндетті түрде чупа-чупсыз өте жақсы болып шығады. Мен бұл мастер-класста сіздерге чупа-чупс жасаудың барлық құпиясын ашық түрде айттым.